Мен 74 жылының 13 ноябрьда армияға кеттім енді. Ләктім Белоруссияға, учебкаға, сержантская школа бітіріп, Латвияда служитқа башладым енді. Анда срочный служитті бітіріп, Сабаға қайттым, Сабада ашладым. Сухосинникада ашлаганда 80 жылын яңадан кеттім. Школа практиканы бітіріп, яңадан ләктім өзім срочный служитқан шасқа командир взвода электриков, электротехник взводта 11 жыл служиттім. Сокращение ләктім, сокращение ләккәштен авиацияға көштім. Авиацияда служиттім. Авиацияда служитканда Афганистанда бұларға тура келді. Анда біздің отдельный эскадрилья разведывательный, мен техник самолеты болып служиттім. Бүтін харби ішлерді қатнашыға тура келді енді. Бомбаларды әлдік, бүтін ішлердік. Аннан қайтқаштан служить аралактым Псковка, вооруженная дивизияға, опять өзімнің специалист бойынша уже бұйылы самолет таштым. 8 жыл пенсияға кеткенше борттехник болып іштім самолетта. 2000-де Псковтан пенсияға кеттім, Қазанға қайттық. Қазанда малай туды. Аннан соң Сабаға 2004-те қайтты. Сабада ашладым мына. Қазіргі уақытта Сабада yaşayız.